Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі айтатын тақырып ол хроническая усталость туралы болады. Қазіргі заманауи көп адамдардың арасында осындай диагноздар қойылып жатыр. Осы не екенін, неден болады, қалай оны анықтауға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма подписка жасап алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта дәл осы эфирде керемет тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жалпы хроническая усталость деп отырғанымыз бұл адам өзін үнемі шаршағыш сезінуі. Қанша ұйықтаса да ұйқысы қанбайды, қанша демалса да өзін шаршаңқы сезінеді. Сонымен қатар әлсіз болады ондай адамдар. Осының себептері не? Оны қалай анықтауға болады? Ең бірінші хроническая усталостьқа алып келетін жалпы бірнеше зерттеулер бар. Солардың қатарында мысалы айтады, ол инфекциялардан болуы мүмкін дейді. ОРВИ-мен ауырғаннан кейін, гриппен ауырғаннан кейін, немесе қандай да бір вирусты бактериалды инфекциямен ауырғаннан кейін адам организмінде иммунитеті өте қатты шаршап, содан кейін осындай адамдарда үнемі шаршап жүру деген нәрсе қалыптасуы мүмкін. Екінші себеп, қазіргі таңда барлығы телефонға жабысып отырады ғой. Күндіз түні қолдар босаса болды, миын демалдыру үшін, ойлайды, миымды демалдыру үшін телефон көремін деп. Бірақ бұл кезде керісінше миды одан сайын шаршатады. Бұл да шаршаңқы болып жүруге алып келетін нәрсе. Үшінші себеп ол ұйқының дұрыс болмауы, ұйқы режимінің. Және де тамақтану өте маңызды рөл атқарады. Тойып тамақ жемеу және жейтін тағамдардың барлығы жеңіл сіңетін, әрі организм үшін өте пайдалы белоктарға, майларға, көмірсуларға бай болуы біз үшін өте маңызды болуы тиіс. Енді қазір мен сіздерге именно гормон жағынан түсіндіргім келіп отыр, қандай анализдер тапсыруға болады, қалай анықтауға болады деген. Бірінші, жалпы гормональды өзгерістердің ішінде, егер алдыңғы видеоны көрген болсаңыз, ол жақта мен климакс жайлы айтамын, яғни менопауза кезеңдері, және де осы кезде қандай өзгерістер болады, сол туралы айтамын. Неге бұны айтып жатырмын? Себебі именно 40-50 жасқа келген әйелдер арасында тоже хроническая усталость көбейеді. Олар өздерін шаршайды, әлсіз сезінеді. Неге? Себебі менопаузальды кезеңде организмде ФСГ деген фолликулостимулирующий гормон төмендейді. Сондықтан әйел адам өзін сондай шаршаңқы сезінуі мүмкін. Сондықтан кімнің жасы осындай 40-50-ге жақындап қалды, олар осы ФСГ гормон тапсырып көрсе болады. Норма ма, норма емес па? Екінші нәрсе айтатын ол щитовидная железа, яғни біздің қалқанша безіміз. Қалқанша безінде қызметінде гипотиреоз болатын болса, тоже осы хроническая усталость алып келеді. Оны анықтау үшін негізгі 3 гормон бар: ТТГ, Т3, Т4. Осы гормондарды тапсырып, оларда өзгеріс бар ма, соны қарау керек. Жалпы ТТГ деген, осы жерде айта кетейін, щитовидканың негізгі регуляторы болып саналады. Бастықта ол. Щитовидка қалай жұмыс істеу керек, көп гормон бөлу керек па, аз гормон бөлу керек па, осыны басқарып отыратын негізгі сигнал беруші гормон болып саналады. Ол орталық жүйке жүйесінен бөлінеді. Ал Т3, Т4 деп отқан ол щитовидканың өзінен бөлінеді, яғни қалқанша безден бөлінетін гормондар. Яғни осы 3 гормонға тапсыру арқылы жалпы щитовидканы қызметін реттеп отыратын орталықтың жұмысын және сонымен қатар қалқанша безінің өзінің қызметін біз бақылауымызға болады. Және үшінші нәрсе айта кететін, бұл бізде көмірсу алмасуы. Көмірсу нақты айтатын болсақ, глюкоза алмасуы. Глюкоза біздің клеткалар үшін негізгі энергия көзі болып саналады. Егер де глюкоза алмасуы біздің организмде бұзылысқа ұшырайтын болса, клеткаларда энергия болмайды. Нәтижесінде егер де бірнеше клетканың ішінде энергиялар болмаса, демек барлық қосыла келе адамның сондай әлсіз күйіне алып келеді. Сондықтан да глюкозаға, гликозированный гемоглобин, сонымен қатар инсулинге анализ тапсырып көру керек. Егер де мынадай жағдайлар болады да, глюкоза, гликозированный гемоглобин бәрі норма, бірақ инсулин керісінше төмен болуы мүмкін. Бұл да осы хроническая усталостьқа диагноз қоюға болатын нәтиже болып саналады, результат болып саналады. Неге? Өйткені аз мөлшерде инсулин бөлініп жатса да, сол организмге қанағат тұтылып тұр да, ол дұрыс емес. Инсулин де нормальный бөліну керек, глюкоза да нормальный қорытылу керек. Плюс бұл жерде адамның дене салмағына қараймыз. Адамның дене салмағына сай, мысалы үшін ірі адамдарда глюкозасы 3 болып тұратын болса, ол да дұрыс емес. Себебі рас салмағы үлкен адам болса, демек ода
сәл көбірек глюкозаның мөлшері болу керек. Сондықтан әр адамға индивидуалды жағдайда қарастырылатын нәтижелер болып саналады. Глюкоза алмасуы әрдайым нормада болу керек. Глюкоза айналымында бұзылыс болды ма, демек клеткаларда энергия жоқ дегенді білдіреді. Және келесі 4-ші айда кететін нәрсе ол бүйрек үсті безінің қызметі. Надпочечниковая недостаточность деп айтып жатамыз. Бүйрек үсті безінің қызметі жеткіліксіз болса, ол адамдарда да шаршаңқы болуы мүмкін. Себебі бүйрек үсті безінен өте көп гормондарды бөлінеді. Норадреналин, адреналин, одан кейін тестостерон гормонын өндіретін негізгі прогормондар да осы жерден өндіріледі. Сондықтан да осы гормон тоже ұйқы безінің, бүйрек үсті безінің қызметін бағалау арқылы да біз көре аламыз. Жалпы негізі бұл анализді онша ешкім былай тапсырта бермейді. Часто тапсыратын анализдер қатарына жатпайды. Сондықтан біз дәрігерлер жалпы науқас келген кезде пациенттің жауаптарына қарап, оның клиникалық жағдайына қарап салыстырамыз. Осыда надпочечниковая недостаточность жоқ па? Қалай қараймыз? Бірінші весіне қараймыз. Дефицит бар ма, жоқ әлде керісінше метаболизм бұзылысынан ол адамда артық салмақ бар ма? Екінші мән беретін нәрсе ол оның дене температурасы. Бір адамдар бар, үнемі тоңып жүреді, бір адамдар бар, керісінше үнемі терлеп жүретін. Және үшінші белгісі ол бізде ол адамның тамақтану аппетиті қалай. Часто тамақ жегісі келе ма, жиі жоқ әлде керісінше арасында ғана тамақ іше ма, ол адамның қарны ашпайды ма? Осы анализдерге, осы клиникалық белгілеріне қараймыз. Сосын ол адам настроениесі қалай, міндетті түрде осыған көңіл бөлеміз. Депрессиялы күйде ма, апатиялы күйде ма? Кстати, тағы айтатын нәрсе, осы хроническая усталостьқа ұзақ уақыт бойы 4-5 ай бойы адам апатияда, депрессияда жүретін болса, ол да осындай гормоналды бұзылысқа алып келеді. То есть адамның шаршағыш болып жүруіне алып келетін жағдай. Одан кейін осы бүйрек үсті безінің қызметін бағалауға мынадай гормондарды көруге болады. 17-OH прогестерон деген бұл тестостеронның және кортизолдың бүйрек үстіне бөлініп отыратын осы гормонның көрсеткіштерін көрсететін негізгі гормондардың бірі деп айтсақ болады. Соның көзі болып саналады. Сондықтан егер де 17-OH прогестерон деген төмен бар, значит бүйрек үсті безінің басқа да гормондарында недостаток болады деген сөз. Және де 5-ші нәрсе, оны қазіргі таңда көбісін біледі, ол бізде дефициттер. Дефициттердің қатарынан біз міндетті түрде железаға тапсырып көруіміз керек. В12, фолиевая кислота, D витамині, осы витаминдерді тапсырып, дефицитті жағдай бар ма, жоқ па, соны бағалауымыз керек. Жалпы хроническая усталость ол тек қана мынандай организмде гормондардың өзгерісі, витаминдердің жеткіліксіздігінен болатын жағдай емес, бұл адамның психологиялық күйіне көбірек байланысты нәрсе. Сондықтан да жалпы мен медицина тұрғысынан, именно гормондар жағынан оны қалай анықтауға болады, сол туралы айттым. Ал негізгі айтатын кеңесім, үнемі настроениеңізді көтеріп жүріңіз, күліп жүріңіз, ұйқыңыз дұрыс болсын және тамақтануыңыз дұрыс болсын. И ең басты тағы бір айтатын нәрсе ол спорт. Күнделікті ең кем дегенде 20 минут уақытыңызды денеңізді шынықтыруға, спортпен шұғылдануға жұмсаңыз. Бүгінгі айтатын тақырып болса, егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта тағы да осындай гормоналды өзгерістер жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна.